Сәлем достар! Бүгін сіздермен ауызда еритін шоколадты печенье дайындаймыз. Алдымен ұн, какао, қант ұнтағы мен қопсытқышты араластырып аламыз. Кейін жұмыртқамен ерітіліп суытылған сары майды қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Дайын қамырдан бөліктер алып, домалақтап формаға орналастырамыз. Енді шоколадты ерітіп аламыз. Ол үшін шоколадты бөліктерге бөліп, кондитерлік қапшыққа салып, ыстық суда толық ерітеміз. Содан кейін әр печеньенің үстіне молынан құйып шығамыз. 160 градуста 15-20 минут пісіреміз. Пештен шыққан бойда ұстамаңыздар. Бұл кезде печеньелер өте жұмсақ болады. Толық суыған соң ғана сыртқы қабаты әдемі жарылып, өз формасын сақтап қалады. Нәтижесінде сырты сәл қытырлақ, іші жұмсақ, ал үсті қанық шоколадпен көмкерілген керемет десерт дайын болады. Шоколад сүйетіндер үшін нағыз таптырмас тәтті.